Сәлеметсіздер ме? Мен Адиева Камшат Қуанғанқызы. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылының нөмірі 1 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімімін. Құрметті балалар, 4 тоқсанда сабақтарымызды онлайн түрінде жүргіземіз. Қазір бізде дүниетану сабағы. 1, 2, 3. Айналамыз тып-тыныш. Жалқаулықты тастаймыз, сабақты біз бастаймыз. Іске сәт. Сабақтың тақырыбына қатысты жұмбақ шешейік. Адассаң, ал қолыңа, бағыт сілтер жолыңа. Бұл не? Әрине, бұл тұспағдар. Тұспағдар туралы білетінімізді еске түсірейік. Тұспағдар дегеніміз көкжиек тұстарын анықтауға арналған құрал. Ол дөңгелек сағат тәрізді. Оның ішінде жылжымалы тілі бар. Тілдің бір ұшы қызыл, бір ұшы көк. Балалар, енді келесі суретке назар аударыңдар. Нені көрдіңдер? Бұл сурет сендерге таныс па? Әрине, бұл көкжиек. Жай көзбен қарағанда, көз жеткен жерге дейінгі кеңістікті көкжиек деп атайды. Ал мына суретте не байқадыңдар? Көкжиек сызығын. Аспан мен жердің астасқан жерінен ойша сызық жүргізсек, оны көкжиек сызығы дейміз. Көкжиектің 4 негізгі тұсын біз бұрыннан білеміз. Олар солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс. Көкжиектің негізгі тұстарымен бірге аралық тұстары болады. Мысалы, солтүстік пен шығыстың арасы солтүстік шығыс, оңтүстік шығыс, оңтүстік батыс, солтүстік батыс. Балалар, өздерің байқағандай, осы тұстарды бірінші бас әріппен белгілейді. Ендеше, бүгінгі сабақтың тақырыбымен таныс болыңдар. Жергілікті жерді бағдарлау. Бүгінгі жүзеге асыратын оқу мақсатымыз, бүгін сендер тұспағдар құралымен және жергілікті белгілерге қарап, тұстарды анықтауды үйренесіңдер. Бағдарлау дегеніміз, бұл жергілікті жердің көкжиек тұстарын анықтау болып табылады. Адамдар бағытын дұрыс таба білу үшін тұспағдарды қолданады. Тұспағдарды қолдану тәртібі. Тұспағдарды пайдаланарда, оны тегіс жерге қоямыз. Оның тежегішін ағытып, тілі тоқтағанша күтеміз. Көк тілі С әрпін солтүстікті, қызыл тілі О әрпін оңтүстікті көрсеткенше қорабын бұрамыз. Енді бағытты оңай анықтауға болады. Жұмыс аяқталғанда тұспағдардың тежегішін қайта қосамыз. Енді сендердің назарларыңа видео көруді ұсынамын. Көкжиек тұстары тал түсте сағат 12-де көлеңкеге қарап анықтауға болады. Ол үшін арқаңды күнге беріп тұру керек. Сенің көлеңкең түсіп тұрған алдыңғы жағы солтүстікті көрсетеді. Арқа жағың оңтүстік. Оң қолың тұрған жақ шығыс, сол қол жағың батыс болады. Сонда алма бағы қай тұста орналасқан? Батыста. Көлеңкеге қарап алма бақтың мына тұста екенін анықтауымызға болады. Сонымен батыс жаққа жол тартайық. Дүние тұстарын ажыратудың жолы көп. Мысалы, мына алма ағашына қарашы. Ағаштың солтүстік жағының бұтақтары қысқа, әрі сирек, ал оңтүстік жағының бұтақтары ұзын, әрі жайқалып тұр. Жемісі де көп. Енді балалар орнымыздан тұрып, бір сергіп алайық. Оңтүстікке 2 қадам, солтүстікке 2 қадам, шығысыма қол соғамын, батысыма бас бұрамын. Жарайсыңдар, орнымызға жайғасып отырайық.
көкжиек тұстарын тұспағдар көмегінсіз жергілікті жердегі белгілерге қарап бағдарлауға болады. Мысалы, құмырсқаның илеуі. Құмырсқалар өз илеуін ағаштың, түбірдің немесе бұтаның оңтүстік жағына салады. Илеудің оңтүстік жағы түйетайлы, көлбеу. Солтүстік беткейі одан гөрі биіктеу, яғни қиялау келеді. Білгенге маржан. Құмырсқа илеуі буын ауруына шалдыққандарға бірден бір ем. Ол буында жиналған сары суды суырып алады. Қыста үсік шалған адамның аяқ қолын илеумен ысқыласа, онда екінші рет үсімейтіндей төзімділік пайда болады. Мүк ағаш діңінің тау тастардың солтүстік жағында өседі. Себебі ағаштың солтүстік жағы салқын әрі ылғалды. Балалар, сонымен қатар бейтаныс жерде қайың ағашы кездессе, оның діңіне қарап да көкжиек тұстарын анықтауға болады. Қайың ағашының оңтүстік жағындағы діңінің түсі ақ, әрі таза, яғни қара қабыршақтары болмайды. Есіңде болсын, көктемде сайдың оңтүстік бетіндегі қар тез ериді. Сонда оңтүстік жақтағы суреттегі сайдың қар жамылып жатқан беті солтүстік, ал қар еріп топырағы көрініп жатқан жағы оңтүстік болғаны. Сондай-ақ саңырауқұлақтар ағаш діңінің солтүстік жағында өседі. Сендер кесілген ағаш түбірін көрген боларсыңдар. Сол кесілген ағаш түбірінің жылдық шеңберлерінің арасы бір-бірінен алшақтау орналасқан жағы оңтүстік. Жылдық шеңберлерді сақина деп те атайды. Жылы жаққа ұшатын құстар көктемде солтүстікке, ал күзде оңтүстікке ұшады. Түнде аспандағы жұлдыздарға қарап да көкжиек тұстарын анықтауға болады. Мысалы, темірқазық жұлдызы. Қазақта бұл жұлдыздарды жеті қарақшы деп те атайды. Жеті қарақшы аспанның солтүстік жартышарындағы шоқ жұлдыз. Қымбатты балалар, енді бағанадан бері алған білімімізді қолданып көрейік. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Балалар өз ауылдарынан шығысқа қарай орналасқан орманға жидек теруге барады. Олар кері қандай бағытпен қайтады? Ойланайық. Әрине, кері батысқа қарай қайтады. Екінші сұрағым. Егер үйден солтүстік бағытқа қарай жүрсеңдер, онда үйге қайтып қандай бағытпен ораласыңдар? Дұрыс, онда үйге оңтүстік бағытпен оралатын боласыңдар. Енді сендерден графикалық диктант алғым кеп тұр. Бір қадам, бір торша. Ол үшін торкөз парағын дайындап алайық. Торкөздердің қиылысқан жерінен бастапқы нүктені белгілеуіміз қажет. Қаламды алып, бастапқы нүктеден батысқа қарай 3 қадам сызық жүргіземіз. Оңтүстікке 2 қадам. Шығысқа қарай 3 қадам сызамыз. Қайтып оңтүстікке 3 қадам сызыңдар. Және батысқа 3 қадам жүріңдер. Не шықты? 5 саны шықты ма? Кімде 5 саны шықса, ол көкжиек тұстарын жақсы білетіндігін дәлелдей білгені анық. Оқы, жаз және дұрыс пайымдарды жасыл түсті, ал бұрыстарды қызыл түсті бояумен астын сызып қой. Немесе бұл тапсырманы ауызша орындауыңа болады. Мұқият тыңда. Батыл азамат жол айрықта тұр. Қайда жол тартатынын әлі білмей тұр. Жол ортасында қара тас жатыр. Ол тасқа қараса, оңтүстік жағында қына тұр, жабыса.
Алаңқайда тас қасында емендер сыбдырлайды. Жолаушыларға олар былай деп сыбырлайды: балалар, бұтақтарымыз сендерге жол сілтейді. Қорықпаңдар, алаңсыз ойнаңдар. Оңтүстікте көп бұтақты сәндіміз. Солай қарай жүріңдер, адаспаңдар, күліңдер. Пайым жасап болса, жұмысымызды тексерейік. Бұл өлеңдегі дұрыс пайым жолдары: оңтүстікте көп бұтақты сәндіміз. Дұрыс емес пайым жолы: оңтүстік жағында қына тұр, жабса. Енді блиц сауалнамаға жауап беріп көр. Әр жауаптан кейін дұрыс болса қосу, қате болса азайту белгісін қой. Көкжиек дегеніміз айналамызда көрінетін жер. Бағдарлау үшін көкжиектің негізгі 5 тұсы қолданылады. Тұспағдар көкжиек тұстарын анықтауға арналған құрал. Тұспағдардың көк тұсы оңтүстікті көрсетеді. Тұспағдар адаспау үшін қажет. Құмырсқа илеуінің солтүстік беті аласа, жатық болады. Күн тал түсте солтүстікте болады. Күн әрқашан шығыстан атады. 7 қарақшы аспанның солтүстік жарты шарында орналасқан. Көктемде сайдың сол жақ бетке тез еріп кетеді. Белгілеп болсақ, тексерейік. Балалар, сабақтағы іс-әрекетке кері байланыс беретін кез келді. Ол үшін дәптеріңе табыс сатысын бейнеле. Егер саған бүгінгі сабақ түсінікті болса, табыс сатысының ең жоғары 3-ші баспалдағына қанатша белгісін қой. Егер сабақта сұрақтар туындаса, онда табыс сатысының 2-ші баспалдағына қанатша белгісін қоярсың. Ал сабақ мүлде түсініксіз болса, онда ең төменгі баспалдағына қанатша белгісін қойып, табыс сатысын суретке түсіріп, маған WhatsApp-пен жібер. Үйге тапсырма. Сендер оқулықтың 76-шы, 78-ші бетін оқуларың қажет. Үйлерінің жан-жағында орналасқан ғимараттар болса, анықтап жазасыңдар. Және тақырып бойынша ауызша бір сұрақ дайындайсыңдар. Назарларыңа рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.